Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен керемет қытырлақ чак-чактың рецептісін бөліспекшімін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды ең бірінші болып сіз көріңіз. Ал кеттік, бастайық. Ең бірінші бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқаның температурасы маңызды емес, кез келген салқын, жылы жұмыртқа бола береді. 2 жұмыртқаны жарып саламыз. 2 жұмыртқаны жарып салғаннан кейін жақсылап бірінші қозғап аламыз. Біздің осы қозғап жатқан жұмыртқамыздың үстіне тұзымызды саламыз. Шамалы аздаған тұз жеткілікті. Және тұзды да жақсылап еру үшін араластырып аламыз. Одан кейін біз шекер салсақ та болады. Мен ванильный сахар салдым. Болмаса өз қалауларыңызбен 2 ас қасық шекер салсаңыздар жеткілікті. Оны да жақсылап ерітіп аламыз. Одан кейін біз қопсытқышымызды саламыз. Қопсытқышты өздеріңіз мөлшерлеп салсаңыздар болады. Мен 2 шай қасық қопсытқыш салдым. Және оны да біркелкі массаға келтіріп араластырдым. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді ұнымызды бөліп салып, ең бірінші бастапқыда венчиктің көмегімен, одан кейін қолымыздың күшімен жақсылап тұрып жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде ұнымыз електен өткен болуы тиіс. Електен өткізіп барып ұнымызды саламыз. Ұнды бөліп салыңыздар. Бөліп салған өте пайдалы, біздің осы чак-чагымыздың жақсы көтерілуіне жақсы әсерін береді. Жақсылап біз қамыр илеп аламыз. Міне осындай қамыр дайын болу керек. Оның бетін жауып, шамалы уақытқа тұндырамыз. Міне тұндырып болдық. Ал енді жақсылап жаямыз. Қамырымызды қатты жұқа қылмаймыз. Орташа темпте әдемілеп жайып шығамыз. Қамырымызға көп ұн себе бермейміз. Және шамалы ғана ұн себіп жазамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін, оны бірнеше бөлікке кесіп аламыз. Бірнеше бөлікке кескеннен кейін, кез келген формада кессеңіздер болады. Мен үлкендеу формада кестім. Қамырымызды кесіп жатқан кезде майымызды қыздырып қоямыз. Майымыздың қызғанын тек бір ғана чак-чак жасалып білеміз. Осылай жақсылап қызғаннан кейін біз чак-чагымызды жақсылап қуырып аламыз. Майдың мөлшері көп болса, біздің чак-чагымыз әдемі көтеріліп піседі. Жақсылап қуырып, қызарғанша қуырамыз. Қызартып қуырғаннан кейін ыдысқа алып, дастарханға ұсынамыз. Бетіне әрлеу мақсатында кез келген нәрселерді қолдансаңыздар болады. Ал біздің чак-чагымыз дайын. Мен бетін әсемдеу мақсатында қойылатылған сүтті пайдаландым. Сгущенка. Яғни осыны бетіне сеуіп шықтым. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден және дәмдері де өте керемет болады деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен бірге болған Айкашың асханасы.